Саяхаттағы барлық шығындар 5 бағытта жұмсалады. Жол, баспана, тамақтану, көрнекі жерлер және байланыс. Біз автоүймен барғандықтан қонақ үй жалдап тұрған жоқпыз. Және де ол толықтай тегін болды. Сондықтан баспана дегенді өшіріп тастаймыз. Тамақтануды біз 2 түрге бөлдік. Біріншісі бұл сыртта тамақтану, екіншісі өзіміз тамақты дайындау үшін азық-түлік алу. Негізгі азық-түліктердің барлығын өзімізбен бірге Қазақстаннан алып бардық. Ақылы көрнекі жерлерге біз 2 рет кірдік, және де ол біздің шығындарымыздың ең аз бөлігін алады. Ал енді шығындарымыздың зілдей бір бөлігін толықтай 60%-ын алатын бұл жол. Жолдың өзін біз 2 түрге бөлдік. Біріншісі бұл жанармай, екіншісі бұл ақылы жолдар, страховка, автожуу және де сервис